Resmini görseteceğimiz tablolarımızlar. Al gelinler, жайгасып отырыңыздар. Ең алдымен осы бесікке бөлүү рәсімі атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа келіп жатқан салт дәстүріміздің бірі. Ең бірінші бала дүниеге келген кезде бесігімізді дайындаймыз. Бесікке сәбиді салмас бұрын бесігімізді дайындап аламыз. Оған ең бірінші көсеуді қыздырып, арқалдығына басады. Сол арқылы осы бесікке қанша баланың жатқандығын білуге болады. Ең бірінші бесігімізді аластап аламыз. Осы баламыз ұйқысы жатқан кезде тыныш болсын. Алас, 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 бәле жаладан қалас. Алас, 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 тілдің тілінен сақта, көздің көзінен сақта, сұқтың сұғынан сақта. Алас, 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 баламның ұйқысы тыныш болсын. Ең бірінші, мына бесігімізге астына баламызды жатқыздан бұрын түбегін саламыз. Мынау астына салынатын құс төсегі. Осы құс төсекке жатқан баланың бойы жылы, денесі жылы жатады. Оның үстінен мына баламызға құс көрпесін саламыз. Ең бірінші баланы бесікке бөлемес бұрын оған тыштырма рәсімін жасаймыз. Ал келіңдер балалар, тыштыма? 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 Баламызды бесікке бөлетін кезде арнайы мына қыз баланың, ұл баланың шүмегі екі түрлі болады. Мына шүмекті қазағымыз асықты жіліктен жасаған, оны мына баламыздың бұтын оймасын деп арнайы алдымен құйрық майға шыжғырып бір қайнатып алатын болған. Енді бисмилля деп баламызды бесікке бөлейік. Осы бесікке жатқан баламыздың аяқ қолы түзу, жаны таза, тәні таза.